Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып 13-ші сабақты өтеміз. Өткенді бекіту сабағы. Бірінші тапсырма: суретке қара, егер әр қос осы разрядтың бірлігінің санын көрсететін болса, қандай сан шығады? Жаз, әр түрлі геометриялық фигуралардың көмегімен өз моделіңді ойластыр деп тұр. Бұл жерде бізде мыңдықтар, яғни мыңдықтар класы, мыңдықтар класындағы разрядтарымыз жүздік, ондық, бірлік. Ал бірліктер класындағы разрядымыз жүздік, ондық, бірлік. Барлығында бізде құстар жоқ, сондықтан барлығы нөлге тең болады. Ал мыңдықтар класындағы жүздігіміз 1, 2, 3. Демек, 3 болатын болса, жүздік мыңдықтарда 3-ті жазамыз. Келесі 2 қос отыр, 2-ні жазамыз. Келесі 1, 2, 3, 4, 5. Демек, 5 отыр. Ал бірліктер класында ешқандай құс жоқ, сондықтан 0-ге тең болады. Сонда 325 мың санына тең болады. Яғни 3, 2, 5, ал мына жақтары 0, 0, 0 болады. Келесі санымызда мыңдықтар класында 3 отыр. 3-ті жазамыз. Келесі 4, 4. Келесі 1 құс отыр, 1. Ал қалғандары 0-ге тең. Сонда 341 мың санына тең болады. Енді әр түрлі геометриялық фигуралардың көмегімен өз моделіңді ойластыр деп тұр. Яғни, мысалы, біз 3 бұрышты алатын болсақ, 3 бұрыш, 1, 2, 3. Бұл мыңдықтар класы деп алайық. Енді 3 бұрыш, қызыл 3 бұрыштарды мыңдықтар, енді жасылмен көрсетілген бізде бірлік болсын. Сонда бізде мынау жүздік мыңдық, мынау ондық мыңдық, бірлік мыңдық. Ал қалғандары бізде жүздік бірлік, ондық бірлік және бірлік мыңдық. Бірлік ал қалғандарында жоқ, бізде. Сонда 3 отыр, 3, келесі 5, келесі 1. Келесі санымыз бізде ешқандай жоқ, сондықтан 1, 2, 3 деп жазамыз. 3 0-мен. Бірліктер класы 0-ге тең болады. Енді кез келген осындай фигураларды дөңгелек немесе текше тәріздес етіп сызсаңыздар болады әр түрлі түспен. Енді келесі тапсырма: сандар қатарының құрылу заңдылығын тап және сандар қатарын жалғастыр. Келесі 3 санды тап деп тұр. Бұл жерде бірінші санымыз 20, келесі 22, келесі 25, 29. Демек, бұл жердегі заңдылығымыз бізде 2 қосылып тұр. Келесі санымызға 3 қосылып тұр. Келесі 4 қосылады. Келесі санымызға демек 5 санын қосамыз, сонда 34-ге тең болады. Одан кейін мына жерде 5, келесі 6 санын қосамыз, сонда 40-қа тең болады. Демек, 34 және 40 сандары екен. Келесінде 810, 710, 610. Яғни, әр қайсысы одан кейінгі санымыз 100-ге кеміп жатыр. 100. Келесі азайтатын болсақ 100-ді бізде шығады. Яғни 100 санын азайттық, 100 санын азайтқанда, демек 510-ға тең болады. Одан кейінгі санымыз 100-ді азайтсақ 410 саны, тағы 100 санын азайтатын болсақ 310 санына тең болады. Демек, 510, 410, 310 сандары. Келесі енді 515.
525, 535 сандары. Демек, әр кейінгі санымыз 10 санына көбейіп жатыр. Келесі 10-ға қосамыз. 10-ға қосатын болсақ, 545 саны. 10 санын қосамыз. 555 саны. Келесі 565 саны болады. Сонда 545, 555, 565 сандары болады. Енді келесі тапсырма мына сандар қатары қалай құрылған деп тұр. 9, 90, 900, 9000, 90 000, 900 000. Осыған ұқсас кез келген сандар қатарын өзін құрастырып жаз. Енді бұл жердегі сандарымыз бізде бірлік, ондық, жүздік, яғни сол сан келесі мыңдықта тұр, бірлік мыңдық, келесі ондық мыңдықта тұр, келесі жүздік мыңдықтан құралған. Енді кез келген мысалы 5 санын алатын болсақ, 5, 50, 500, 5000, 5000 саны, келесі 50 000, келесі 500 000 сандары болады. Немесе кез келген 2 санын алайық, 2, 20, 200, жүздікте, мыңдықта 2000, ондық мыңдықта 20 000, ал жүздік мыңдықта 200 000 саны болады. Енді келесі тапсырма сызба бойынша есеп құрастырып, оны шығар деп тұр. Бірінші А нұсқасында бірінші ағашта, яғни ағаш деп қарастырайық, мына жердегі ағаш, бірінші ағашта 130 құс, бірінші ағашта 130 құс, екінші ағашта 260 құс, ал үшінші ағашта қанша екені белгісіз, бірақ барлығының мәні деп тұр 620 құсқа тең. Енді шешуі осы үшінші ағаштағы құстар санын табатын боламыз. Бізде барлық мәні белгілі 620 және бірінші, екінші ағаштағы белгілі. Бірінші ағаштағы мәндерді қосамыз, 130-ға 260-ты қосатын болсақ, 390-ға тең болады. Енді барлық мәннен 620-дан 390-ды азайтамыз. Сонда бізде 230 санына тең болады. Немесе өрнек түрінде оны 620 азайту 130 қосу 260 десек болады. 230-ға тең болады мәні. Енді жауабы үшінші ағашта 230 құс отыр. Енді келесі Ә нұсқасында бірінші күн, екінші күн, үшінші күндері белгілі болып тұр. Осы жерден барлығын есептеуіміз қажет. Яғни Ә нұсқасы бірінші күні 170 құс, екінші күні қанша екені белгісіз, бірақ 60-қа артық. Бірінші күнге қарағанда. Келесі үшінші күні 210 құс. Бұл жерден барлығын есептеу қажет. Қанша құс екенін. Шешуі. Яғни өрнек түрінде жазсақ та болады, немесе бірінші амал, екінші амал деп жазсақ та болады. Яғни бірінші, екінші күндегі қанша құс екенін тауып аламыз. Ол үшін 170-ге біріншіге қарағанда 60-қа артық деп тұр. Демек 60-ты қосамыз, сонда 230-ға тең болады. Бұл бізде екінші күні. Енді үшінші күндегісін
белгілі бізде барлығын табу қажет. Ол үшін 170 бірінші күндегісі, екінші күн 230, үшінші күн 210. Енді барлығын қосатын болсақ, 610-ға тең болады. 170-ге 210-ды қосамыз, 400-ге тең болады. 400-ге 210-ды қосақ, 610 санына тең болады. Жауабы барлығы 610 құс. Келесі тапсырма баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер деп тұр. Бұл жерде барлық есептер шығарылып көрсеткен, енді тексеру амалын жүргізейік. Яғни бірінші 456 қосу 138 594 шықты. Демек қосуды азайту амалы арқылы тексереміз. Азайтамыз 138. 14-тен 8-ді азайтатын болсақ 6-ға тең. Мына жерде 8, 8-ден 3-ді азайтамыз 5, 4. Яғни дұрыс екен. Келесі 822 азайту 347, 12-ден 7 5, 11-ден 4 7, 7-ден 3 4. Келесі 474 қосу 453 санына қосамыз. 7, 12 бір ойда 9. Келесі 244 қосу 456 саны. 0 бір ойда 0 бір ойда 7. 700 саны шықты. Келесі 704 азайту 471 саны. 4-тен 1 3, 10-нан 7 3, 6-дан 4 2. Келесі 969 азайту 294. 5, 16-дан 9 7, 8-ден 2 6. Келесі 444 қосу 62 саны. 6, 0 бір ойда 5. Келесі 169 қосу 611 саны. 0 бір ойда 7 8. 7, 780 санына тең болады сонда. Енді келесі тапсырмада қыста қала саябағында балалар көгершіндерге жем береді. 230 құс ұшып кеткеннен соң онда 650 құс қалды. Алғашында саябақта барлығы қанша құс болған? Бізде ұшып кетті деп тұр, демек мына жердегі бірінші құстар орналасқан осы жерде. Бұл жерден 230 құс ұшып кетті басқа жаққа. Ал мына жерде қалғандар саны сонда 650 құс қалды. Ал алғашындағы құстар санын 230 құс болды. Демек сол 230-ға 650-ді қосамыз, сонда 880 құсқа тең болады. Енді келесі нұсқасында келесі тапсырмада орнитолог құстарды зерттейтін ғалымдар құстарды зерттеу мақсатында олардың аяғына жазулары бар сақина кигізеді. Биыл 345 құсты сақиналады. Бұл өткен жылғыдан 215-ке артық. 2 жылда ғалымдар барлығы неше құсты сақиналады деп тұр. Биыл 345, өткен жылы қанша екені белгісіз, бірақ 215-ке екен биылғыға қарағанда. 2 жылдағысын табу қажет. Ол үшін бірінші өткен жылдағысын есептейміз. 345 кем деп тұр, сондықтан 215-ті азайтамыз. Сонда 1 3 0 130-ға тең болады. Келесінде бізде 2 жылдағысын табу қажет. 345-ке 130-ды қосамыз. Сонда 475-ке тең болады. Жауабы барлығы 2 жылда. Барлығы деп жазайық. Барлығы 475 құсты сақиналады.
Келесі тапсырма өрнекті әр түрлі оқы. 420 азайту 350 азайту 50, иә? Бұл жерде саннан қосындының мәнін азайтамыз деп қай өрнекті оқуға болады деп тұр. Яғни бұл жерде саннан азайтамыз айырманың мәнін. Саннан айырманың мәнін азайтамыз. Келесі екінші бізде 360 азайту 290, иә? Айырмаға санды қосамыз. Келесі саннан қосындының мәнін азайтамыз. Яғни бізде бұл сөзге сәйкес келетіні ол үшінші өрнек екен. Енді келесі тапсырмада тиімді тәсілмен есепте. Бұл жерде 250 қосу 170, қосу 150, иә? 250 мен 150-ді қосамыз, 400-ге тең болады. Оған 170-ді қосамыз, сонда 570-ге тең болады мәні. Келесі 360-ға 340-ді қосатын болсақ, 700-ге тең. Оған 270-ді қосақ, 970 болады. Келесі 120 мен 580-ді қосамыз, сонда 700-ге тең. Оған 240-ді қосатын болсақ, 940-ға тең болады. Келесі 390 мен 110-ді қосамыз, 500-ге тең. Оған 250-ді қосамыз, 750-ге тең болады. Келесі 230 пен 170-ді қосамыз, сонда 400-ге тең болады. Оған 560-ды қоссақ, 960 болады. Келесінде енді бізде кез келген санды қоссақ болады. Өйткені бізде мына жерде 50, 8 және 7, яғни сәйкес келмей тұр. Сондықтан кез келгенді қосайық. 270 қосу 180-ге 50-ді қосайық. Сонда 230-ға тең болады. Бұл тең болады енді 500 санына. Енді келесі тапсырма тазқара бүркіттен үлкен, ал бүркіт сұңқардан үлкен. Осы құстардың ең кішісі қайсы деп тұр. Бірінші бізде тазқара бүркіттен үлкен, иә? Демек, одан кейін бүркіт жазылады. Бүркіт сұңқардан үлкен. Демек, бүркіттен кішісі ол сұңқар болады. Демек, жауабы ең кішісі сұңқар. Сонымен біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға, комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.